Пері мен періште. Екінші бөлім. Күн көкжиектен себезгілеп шығып, төңірек таң нұрына бояна бастаған. Бұхан Мәлік қалаға еніп келе жатты. Бұл қалаға, әсіресе осындағы қонақ жайына ат басын бұрмағанына 1 жылдан асып кеткен. Әлгі бір су саудагері деген жобаны жүзеге асырамын деп, соңғы кездері қарбалас істен қолы қалт ете қалмай қалған. Бүгін бір еркін тыныстап, елдегі достармен жүздеспек. Бұл жолы ол ақ киіктей су жаңа шетел көлігімен ертелеп жетті. Кеудесін әлде бір ыстық сағыныш кернегендей, қонақжайдың баяғы таныс темір қақпасы айқара ашылып, жалт-жұлт еткен ақ мәшине аулаға жетіп тоқтады. Қарсы алдында жүгіре шыққан жас жігіт көліктің есігін ашып, қожасын құрметтеп қарсы алды. Бұхан Мәлік өзі ғана демалатын баяғы бөлмесіне келіп, жуынып, шайынып, нөмерге ыстық шай алдырды. Шай ішіп отырып, бүгінгі жоспарын ой өлегінен өткізіп, көмекші жігітке тапсырма беріп жатты. Сол мезет ұялы телефоны ойнай жөнелді. «Тыңдап тұрмын», деді ол. Әр жақтан белгісіз қыздың қыстағы өксіп жылаған түсініксіз дауыс құлағына жетті. Оны жұбатпақ болған тағы бір ер адамның дауысы еміс-еміс естіліп, өткен күннен ескірген елесін еске түсіргендей. Бұхан Мәліктің бар ынтасы телефонға ауып, қатып қалған. Бейтаныс қызды жұбатып жатқан Бұхан Мәліктің өзі. Естігені өз дауысы. Есінен тандыра жаздаған мына сұмдықты қалай түсінерін білмеген ол, «Қарғыс атқыр, бұл не?» деп екі көзі шарасынан шыға алақтап, біреуден көмек күткендей жан-жағына жалтақтады. Сол-ақ екен. Қыздың қыстыға жылаған даусы тағы да құлағына қарып, денесін дір еткізген. Бойын үрей билеген Бұхан Мәлік телефонды дереу өшіріп, сосын жұмсақ креслоға сылқ етіп отыра кеткен ол. «Бұл не пәле?» деп ойлағанша телефон тағы да ештеңе болмағандай әндете жөнелді. Бұл жолы Бұхан Мәлік телефонға қорқақтап қол созды. Безгектеп деп құлағына құрттай құлағанын тосқанда, ар жақтан шетелде оқитын қызы Эльзаның «Папа» деген жарқын дауысы саңқ ете қалды. Өз құлағына өзі сенбеген ол. «Жаным, қызым, Эльза, сенбісің?» деп баласының жағдайын, сабағын қайта-қайта сұрап, аяқ асты әбігер болды. Қызы біраз күнге үйге келіп қайтпақшы екен, соны айтып, әкесін қуантып тастағаны. Бұны естіген Бұхан Мәлік «Байқап жүр менің ақылдым» деп қызын түрлі бәледен сақтандырып жатты. Іле-шала Астанадағы әйелі Айзаға қуанышты хабарын жеткізбекке телефон соқты. Желі бос болмады ма, байланыс алмады. Осыдан соң көңілі марқайып, шетелде білім алып жүрген жалғыз қызынан хабар алып, әжептәуір жадырап қалған. Тіпті безектеген телефонға да көңіл аударғысы жоқ. Мырзаның даусын естігісі келген әлдебіреу толассыз қоңырау ұйып ұрып қоймады. Қалта телефонға самарқау қол созған Бұхан Мәлік «Бұл кім болды екен?» деп тартыншақтап, безілдекті еріксіз құлағына тосты. Ар жақтан өксік жылаған манағы қыздың даусы үзік жұлық, алқын-жұлқын естіліп тұрды да кілт тына қалғаны. Ештеңені түсінбеген Бұхан Мәлік енді елеңдеп үрейлене бастады. Сол-ақ екен, құлағында әбір-күбір еткен үздіксіз үн тағы шалынды. Бірақ бұл жолғы дыбыс тура жатын бөлмеден шығып тұр. Бұхан Мәлік «Бұнда не болуға тиіс?» деп бөлмеге ене бергені сол еді. Төсектің жанында ұзын бұрымы бұрап өкшесіне түсіп, алау-далау жылаған бейтаныс қыз көзіне оттай басылды. Бұның не екенін түсінбеген ол «Сені кім шақырды?» демекші еді. Қыз көз жасын сүртіп, жұмсақ көрпенің шетін ашып, жастыққа шынтақ қисайды. Бұған суық жымиятын секілді. Үрей ұшқан Бұхан Мәлік есін жинай алмай сыртқа атып шығып, көмекші жігітті шақырды. «Сен ана менің бөлмемнің терезесін ашып, ішін желдетші» деді оған. Сол күні қонақжайға кештете келген Бұхан Мәлік сырт киімдерін шешіп, бөлменің ішін қарап шықты. Бәрі орында, күдікті ештеңе жоқ. Манағы не нәрсе болды? Бәлкім көзіне елестеген болар бірдеңе.
ұзақ жолдан шаршағандығы ме деп жұмбақ жайдың төркінін түсіне алмаса да өзін өзі жұбата тырысқан ол тез жатып қалды. Бәлкім ұйықтасам бойым сергіп сейіліп қалармын-ау деп ойлаған. Бірақ ұйқыдан маза кетті. Дөңбекшіп жатып түн ортасы ауа көзілініп кеткен екен, біреу сұп-суық болып мұның құшағына еніп келе жатты. Бұхан Мәлік атып тұрмақшы еді, тұра алмады. Суық дем тұла бойын қаусырып мұздата жөнелген. Сол-ақ екен, мойнына әлдене оралып, буынып бара жатты. Бұхан Мәлігіп ентігіп көзін ашқанда жүзіне төніп тұрған бейтаныс қызды байқады. Оның ұзын бұрымы мұның мойнына оралып қылқындырып тұр. Тынысы тарылған Бұхан Мәлік қырылдап жатыр. Әзер ес жейді. Көзін ашқанда манағы қыз есік жақта тұр екен. Бұхан Мәлік оны енді таныды. Сен әлгі Айжұлдызсың ғой, деді ол. Бірақ қыз бұған бұрылатын емес. Есікке беттегені сол көзден ғайып болған. Мына сұмдықтан соң Бұхан Мәлік көлеңкелес жанда есеңгіріп қалған жатайын десе мол төсегі жамбасын мұздай қылып жатсын жатқызар емес. Талай қызықтың куәсі, неше түрлі думаның ұясы болған кең бөлмесі бойына үрей шақырып құлазығаны қалай, кенет орнынан ұшып тұрып, ол мына жерден тезірек кеткісі келіп, түнделетіп жолға жинала бастады. Кетейінші, біреу дуалап тастаған-ау шамасы деп асығыс аттанған. Бұлар қаладан шыққанда тас қараңғы түн еді. Аспанның жүзін торлаған қою бұлт қарауылтып, түксиіп түнеріп тұр. Ауық-ауық көк күмбезінің түбі даңғыр-дұңғыр күркіреп, әрірек жарқ ете қалған найзағай оты түскендей бұлттың көбесін сөгіп өткендей. Сол-ақ екен, сатыр-сұтыр жаңбыр құйып берді. Таулы өңірдің тас жолында ақ-киіктей ағып келе жатқан ақ машина қара нөсерді қаперге ілетін емес. Бауырын жазып, қараңғы түнді қара жорға жосыла сілтеген Бұхан Мәлік ауыр ойға беріліп тұнжырап отыр. Кешеден бері ізін аңдыған баяғы сорлы қыздың елесі мұны өкшелегені қалай? Ол опат болғалы қашан? Өлгеннің тірі адамда несі бар? Иә, қызыл көрген қырғидай қыршып түскен рас деп ойы кеткен күнәнің елесіне марқайып көзіне тас жолға қадаған Бұхан Мәлік еңістен зулап келе жатқан көліктің қарсы алдынан қайдан екені белгісіз бір қыздың шыға келгенін байқады. Қас қағым сәт. Жүргізуші тежегішті басып үлгермей жалт бұрылғаны сол көлік тас жолдың биік ернеуіне қойылған ала-құла бағаналардың бірінен соң біріне қағып өтіп аунап бара жатты. Ашылып кеткен есіктен жүргізуші жігіт сыртқа ұшты. Оның өлі тірісі белгісіз. Қас пен көздің арасында қаңбақтай ұшқан көлік терең жырадан жыраға гүрс-гүрс соғылып, әлденеше аунап талқаны шыққан. Ауыр апаттан жолаушылар ес жия алмай қалды. Соғыла-соғыла жаңқаланып, жапырылып қалған көліктің ішінен Бұхан Мәліктің денесі жаншылып кеткен. Ең аяныштысы, мырзаның басы орнында жоқ. Қылша мойнынан қылғынып қалған. Көліктен ұшып кеткен жүргізуші жігіт сол ғана аман секілді. Кірпігін қимылдатып жатты. Селдете жауған жаңбыр таң бозында басылды. Апат орнына әзірге ешкім келе қойған жоқ. Жалпақ даланың ең төсін қиып өткен ұзын жолдың бойы көз талдырады. Арқалы асуына дейін әлі талай жер бар. Дала жолы да ғұмыр жолы да секілді кейде жеткізбейтін шорт үзілетіні бар. Жалғанды жалпағынан басып жүрген таудай тұлағының жосаған жолы жаңбырлы түннің оқпанына сіңіп жоғалған. Бұхан Мәліктің енді тіріде жоқ еді. Шыбын жаны кеудесінен шығып, өзінің жансыз денесіне таңырқап қарады. Ол өзіне не болғанын түсіне алмады. Тіршілігінде бақ қонып таққа отырған бақыр басы кеудесінен бөлініп домаланып кеткені қалай? Сол-ақ екен, әлгі бұрымы өкшесіне түскен қыз қарсы алдында тұр. Мұның домалап бара жатқан басын аяғымен басып тоқтатқан секілді. Бұхан Мәлік оған тап беріп басын көтермек болған шамасы жетпей, «Сен менің басымды неге аласың? Өзіме бер» деп өктем сөйлеп қыздың қолынан
үзілген басын алғысы келген. Жоқ, дейді қыз, неге береді екен? Бұл зиянды бас. Жарық дүниені бесіктен көргенге дейін ластаған. Енді сенің басың тозақта қалады. Тозақта. Өйткені сен сайтанның суын ішкен перісің. Ал сен кімсің, дейді Бұхан Мәлік шыдай алмай шіміркеніп. Мен саған қарағанда періште едім. Құрсағымда сәбиімді жетім қалдырдым. Күнәға баттым. Бұхан Мәлік қыздың басын ала алмады. Ең қорлығы, оның басы тас жолдың бойында кеңірдегінен ағашқа шаншылып тұрды. Бірақ оны бақандағы басына қарап жатқан ешкім жоқ. Тас жолдың бойы ерсілі қарсылы зулаған көлік. Жаманат хабар жатсын ба? Ұзамай-ақ ел жұртты Бұхан Мәліктің аза тұтып, ел деп еміреніп, жерім деп тебіреніп, өткен бір туар іскер ұл еді, тұлға еді деп бірі көлгірсіп, енді бірі күңіреніп, оны соңғы сапарға шығарып салды. Сол күні тоқшара көзі бұлаудай болып өксігін тия алмай жылап шықты. Бәрі өзімнен. Құдай мені жазалады, дейді. Әнеу екеуі үйленген жылдары қандай бақытты еді. Әнеудің ермегі тек келіншегі, соны еркелетеді, соны өбектейді. Той-томалаққа барса гүлдей құлпырып, үкідей үлбіреп жеткен жүрегі, Тоқшараның өзі ақ құбаның бәндісі, саны мен сымбаты жарасып тұратын. Бұлардан асқан бақытты, бұлардан өзған бақуатты жан жоқ дерсің. Содан да бұлар бала табуға Тоқшара асықпады. Қанша сақ жүрсе де жаратқан бұларды құр қалдырғысы келмегенде, құрсағында 3 дүркін мерейін төкті. Кербез келіншек үшеуінде өшіріп тастады. Бұдан бұлай бойына шыр бітпей, бедеу байталдай ойнақтап жүре берген. Асау жылдар артта қалып, 40 жасқа іліккенде сәби сүйгісі келген, бірақ құрсағына құт қонар емес. Қорқыныштың құрбаны болып жанталасқан Тоқшараның бармаған дәрігері, көрмеген бақсы балгері қалмаған. Әулие түнеп, Қорасанға қой айтты, ақыры бәріне сенуден қалды. Сондай қиналған сәтте күйеуі әнеу: сен қайғыра берме, шын бала сүйгің келсе, жетімдер үйінен асырап алайық. Кішкентайынан бауырыңа салып мәпелесең, бәрі орнына келеді. Тек шыдам керек, деді. Әйелін жұбатып бақты. Мұндайда әйелі: әнеш жаным-ау, біреудің баласы бізге бала бола ма? Олардың тұқымы кім? Әке-шешесі қандай адамдар? Соны білмей жатып, бейтаныс біреуді бауырыма қалай саламын? Оның болашағы не болмақ? Адам деген текке тартады, дейтін үлкендер. Тегі оңбаса қайтеміз, деп сарнай жөнелген. Иә, күдігің орында. Алайда біз тексертеміз, көреміз, көңілімізге қонғанын аламыз ғой. Әнеш-ау, оны білем ғой. Денсаулығын тексертесің, тегін қалай білесің? Тоқасы: сен осылайша өзің де өзгеге де сенбей, қарыспанды төндірер болсаң, баланы Құдайдан тіледе, үйде отырғаның жөн. Тек дейсің ғой, тегі қазақ, одан басқа не керек, деп күйеуі реніш білдірді. Бұдан әрі сөз таластырмаған әйелі үнсіз қалды. Осылайша бала асырамақ болған ерлі зайыптылар әрі-сәрі боп көп жүрді. Жетімдер үйіне келген сайын әр нәрсені сылтау еткен Тоқшара бірде 5 жасар қыз баланы айналшықтап соған көп бөгелгені. Жүзі томпиған әп-әдемі бүлдіршін көз жаудырап бұларға қарап, Тоқшара да, әну де осы баланы ұнатты. Қыздың аты Гүлсен екен. Соған тоқтады. Жүректері соған жылады. Өздері де бірсе Гүлсая, бірсе Гүлея деп еркелетіп жүріп, ақыры асырап алды. Бұлардың балалы болғанын естіген Астанада тұратын Айза жеңгесі арнайы келіп құттықтап: әттең-ай, дүние-ай, ағаларың бекең күйеуі Бұхан Мәлікті Айза солай атайтын. Сендердің қуаныштарыңды көре алмайды ғой. Тірі болғанда қалай қуанар еді, деп көзіне жас алды. Кетерінде Айза ханым: мына Гүлсен қызымыздың біздің тоқадан аумайды екен. Ұқсас, тіпті біздің Эльзаға да келіңкірейді. Қараңдаршы, Құдайдың жазуы десейші,
қайын сіңілсін қуантып кеткенді. Шынында да баланың жүрегі Тоқжараға да ұқсастық бар екені ерлі-зайыптылар сонда ғана аңғарғандай. Арада жылдар өтті. Бір кезде Гүлсен де есейіп қалған. Бастапқыда бәрі жақсы еді. Гүлсен сондай ақылды бала болып өсіп келе жатты. Әке шешесіне ашық, жарқын, мектепте де жақсы оқып, ата-анасын қуантып жүрген. Әпкелеп, апалап бұларға тез бауыр басты. Осындай бақытты күндердің күні қыздың өзі ұзақ күткен секілді. Тәрбиешілердің айтысына қарағанда, ол үнемі терезеден тысқа қарап, әлдекімді тосатын. Өзі көрмеген беймәлім шешесін күндердің күнде қызын іздеп келетіндей. Кейде ол өз-өзімен сөйлесіп, «Анашым, сен қайдасың? Маған неге келмейсің? Әлде табаламай жүрсің бе? Анашым, келші» деп қуыршағымен сөйлесіп отыратын дейді. Зәредей болса да сезімтал бала көзіне мұң тұнып өсе берді. Соның бәрі артта қалып, жаңа отбасына келгелі өзінің шын ата-анасын тапқандай қуанған Гүлсеннің шуақты күндері осылай өтіп жатты. Бірде бала неме байқаусызда үлкен бөлмедегі ұзын үстелдің үстінде тұрған хрусталь вазаны қағып кетті. Сындырып алғаны. Ваза болғаны күйеуі Түркияға барған сапарында Ыстамбулдан сатып әкелген осы үйдің керемет жәдігері. Орны толмас дүние күл парша болды. Ыдыс деуге болмайды. Бағалы сыйлық. Соны ойлауы мұң екен, Тоқжараның қаны басына бұрқ ете қалды. Алқымына ашу тығылып, көзі шатынап долдана бастаған. Анасының сықпытқанынан қорыққан Гүлсен, «Апатай, байқамай қалдым, кешірші» деп шырылдап, шешесінің етегіне оралған сол еді. Соқыр, салдақы деп тозақланып алған Тоқжара баланы желкеден түйіп жіберді. Әйелдің ауру соққысынан кішкентай қыз мұрттай ұшты. Қайдан екенін кім білсін? Дәл сол мезет Гүлсеннің ұзын аяқ қуыршағы шешесінің қолына сап ете қалғаны. Көз атыздай болған әйел бір мезетте өзін-өзі ұстай алмай ақиланып, шашы бұрқыраған қуыршақтың қол-аяғын жұлып-жұлып кеткенше қызды өлі тірлігіне қарамай, басы көзге қуыршақпен сабады. Жетім қыздың дыбысы шықпай көзінен тарам-тарам жас ағып бүрсеніп қалған. Басын көтермеді. Өлі тірісі белгісіз, манағы шешесini ұрып құлатқан орнынан бүк түсіп ұзақ жатты. Сұм жалған кәззап дүние бейкүнә қызды аяғысы жоқ аямады. Сол күннен бастап сорлы қыздың көргені күні тозаққа айналды. Бұрынғы жайдары қалпы, бала мінезі, сәби күлкісі, еркелігі сап тыйылды. Бақайының ұшымен басады, сабағы да нашарлап, үнемі бет аузы ісіп, көзі бұлаудай болып жүреді. Әкесі де өлгідей емес, ұрысып, ұрса ма, маңдайынан сипамады. Тіпті бұның бар жоғына да назар аудармайтын. Бала жүрегі удай қарып, кеудесіне өксік боп тығылған. Уақыт өте келе кішкентай қыз үйдің жұмысына жегілді. Жұмысты түгімес еді. Ең сорақсы, шешесі қаршадай қыздың істегенін жақтырмай, қолына түскен затпен басы көзге төпейтінді шығарған. Алғашқыда жаны шырқырап жылайтын бала келе-келе жылауды ұмытты. Сазарып тұрып алатын болды. Бір күні мектептегі ата-аналар жиналысына барып келген Тоқжара, «Сен үшін масқара болдым. Елдің бетіне қалай қараймын?» деп оқуы нашарлап кеткен Гүлсенді таяқтың астына алды. Қолды қойып оқтаумен осқылады. Сол жолы шүйдесінен шалт тиген соққыдан кішкентай қыздың есі танып құлады. Көзін ашқанда ауруханада төсегінде жатыр екен. Гүлсен ол кезде 10 жаста. Мұнда қалай келгенін есіне түсіре алмады. Ертеңгісіне дәрігерлер келіп, көзін ашып, тілін көріп, біршама тексерген болды. Бірін-біріне бастарын шайқап, сау секілді десті. Бірақ ата-анасы баланың ақыл есінің ұтқуы бар. Төңірегіне қауіпті деді ғой, тағы да байқайық десіп жөндеріне кеткен. Гүлсен сол жатқаннан сарытып төсекке сарғайып ұзақ жатты. Асырап алған ата-анасы бастапқы жылдары ұмыттырмай аптаралап соғып тұрды. Бала Гүлсен әкесімен де шешесімен сөйлесуді қойған. Оларға мүлдем қарағысы жоқ.
Тіпті шешесінен өлердей қорқатын сонша, ол келгенде төсектің астына кіріп кете жаздап, жаны шырқырар еді. Тошқараға қызының сонысы тіпті жақсы болған секілді. Бала мені танымады, есі әлі кірмеген деп, жындыханадан алуға мүлдем құлықсыз екенін білдірген. Бір келгенде ол бас дәрігерге, баланы енді өздеріңіз бағыңыздар, жетімдер үйінен асырап алған едік, қайтеміз енді, тұқымында осындай бір кілтипан болғаны деп дәрігерге конверт ұстатып, бізді енді мазаламаңдар деп жөніне кетті. Содан бастап Гүлсен жындыхананың басы бүтін тұтқанына айналып, ұзақ жылдары аты жаман үйде өткізді. Төңірек түн құшағына енген, биік үйлердің терезелерінен көрінген шам жарығы түнгі қаланың суық келбетін жылытып тұрғандай, ауадағы бағана басындағы электр шамдары маңайға мерейлене сәуле себуде. Ол болса ала көлеңке басқан бақшада сүлік соқ отыр. Бұл жетім қыз Гүлсен еді. 7-8 жылын жындыханада өткізген сорлы қыз ауруханадан саусаң шығарғанда қуанарын, не жыларын білмей, ойып шырап, өң мен түстің шырмауында қалды. Бас дәрігер болып қызметке жаңадан келген өрімде жігіт науқастың құжаттарын аударып төңкеріп ұзақ қарады. Қызды қайта-қайта тексеріп, ақыл санасында кінәрат таппаған ол көп толғанды. Бұл қалай? Деп әріптестерін тергеді. Ақыры обалы сені әкеліп осында жатқызған адамдарға болсын деп, азырақ тиын тебен беріп, Гүлсенді жындыханадан шығарып жіберді. Үстінде аурухана қалатынан басқа іліп алар киімі жоқ жетім қыз жындыханадан шығып мәңгіріп тұр. Қайда?